бізде математика сабағы. Бүгін көңіл күйлеріңіз қандай? Керемет, жарайсыңдар. Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Жарайсыңдар. Сабаққа деген ынталарыңыз қандай? Ғажап. Олай болса, осы ынтамызбен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 39-шы бетте бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Жұлдыздар мен галактикалар. Енді біздер осы тарауда қандай тарауды өтіп жатырмыз? Барлық сабақтарда ғарышқа саяхат тарауын өтіп жатырмыз. Олай болса, жұлдыздар мен галактика. Жұлдыздың не екенін білеміз ба? Жұлдыз дегеніміз не ол? Қайда болады ол жұлдыз? Аспанда болады. Аспан әлеміндегі кішкентай ғана нүктелер. Бірақ ол біздің көзімізбен қарағанда нүкте болғанымен, ол жақыннан қарағанда үлкен шар тәрізді денелер, үлкен болады. Олардың саны көп болған соншалық, оларды санау мүмкін емес. Ал галактика дегеніміз жұлдыздардың шоғырлануы. Галактикалар ғаламды құрайтын өлшемдері өте үлкен жұлдыздар жүйелері. Мына біздің күн жүйеміз сол галактикаға жатады. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыру. Кітапқа қарай қойыңдар. 39-шы бетте бірінші есеп. Сурет бойынша бөлшектерді жаз. Әрбір сан нені білдіретін түсіндір, бөлшектерді салыстыр дейді. Олай болса, асы. Суретке қараңдар. Суретте неше бөлшекке бөлінген? Барлығы неше бөлшекке бөлінген? Санай қойыңдар. Неше бөлшек? 12 бөлшекке бөлінген. Және оның нешесі алынған, яғни боялған. Олай болса, осыны бөлшек түрінде жазуымыз керек. Қалай жазамыз? 12-ден 5. Бөлшек түрінде 12-ден 5 жазамыз. Бұл жерде 12 бөлімі, 5 алымы. Келесі суретке қараңдар. Неше бөлшекке бөлінген? 12 бөлшекке бөлінген. Және оның нешесі алынған? 8-і алынған. Бөлшек түрінде жаз деді, жаздық. 12 бөлімі, 8 алымы. Енді осы бөлшектерді салыстыра қояйық. Қай жағы кем? Қай жағы артық? 12-ден 8, 12-ден 5-ден артық. Келесі есеп. Екінші есеп. Есепті шығарамыз. Қалғанымыз дәптерге жазамыз. Есепті шығарып тақтан тексереміз. Жылдамдатайық. Тақтадағы есеп дұрыс па, дұрыс емес пе тексереміз. 100-ден 1 шыққан. 100-ден 43-тен азайтамын. Жақша ішінде 100-ден 25 қосылған 100-ден 17. Мәні 100-ден 1. Дұрыс па балалар? Дұрыс, өте жақсы. Келесі 12-ден 6 қосылған 12-ден 5. Жақша ішінде азайту 12-ден 1. Мәні 12-ден 10 дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Келесі 190-нан 70. Азайту жақсы ішінде 190-нан 15 қосылған 190-нан 20. Мәні дұрыс па балалар? 190-нан 35. Келесі диардың есебі 90 қосылған 35, 90 қосылған 33, 90 қосылған 8. Мәні 90-нан 76. Жарайсыздар, өте дұрыс, есептердің барлығы өте дұрыс шықты. Енді бер қарата қарай қойыңыздар. Бөлімдері бірдей сандар, бөлшектерді қосқанда не істейміз? Нені басшылыққа аламыз? Бөлімдері сол күйінде қалады және алдындарын қосамыз. Келесі есепті қарайық. 40-шы бетте номері 3-ші есеп салыстыру. Бөлшектер берілген, салыстырамыз. Есептеп және салыстыратын. Бірінші есепке диаз шығады. Екінші есепке аяру. Үшінші есепке нұрбұлан. Шыға ғой. Оқушылар енді шығарған есебімізді тексерейік. Диаз оқи ғой. 12-ден 2 азайтылған 12-ден 1 кем, 12-ден 5 азайтылған 12-ден 2. Дұрыс па балалар?
аяғын. 120-дан 77 қосылған 120-дан 42 артық, 120-дан 61 қосылған 120-дан 21-ден келді. Артық дейді. Дұрыс. Жақсы. Нұрболат. 12 артық, 91 қосылған 90-дан Жақсы. Келесі оқулығымызды ашайық. 4-ші есеп 40-ші бетте қолмен ұстаңдар. Берілген сандардың 3-тен 1 және 10-нан 1 бөлігін тап. Бізде бірінші сан. Қандай сан беріліп тұр, Махаббат? Даусыңды шығарады. 360 мың деген сан беріліп тұр. Олай болса, осы санның 3-тен 1 бөлігін және 10-нан 1 бөлігін табуымыз керек. Махаббат, кел. Келесі сан. Қандай сан, Сұлтан? 420 мың. 420 мың санының 3-тен 1 бөлігін және 10-нан 1 бөлігін табады бізде. Нұрай. Қалғанымыз дәптерге жазамыз. Келесі санның 27 мың санының 3-тен 1 бөлігін және 10-нан 1 бөлігін табады бізде. Қарасақ керек. Қарасақ шығара есебін айта ғой. Қандай сан берді? 27 мың. 27 мыңның 3-тен 1 бөлігін табу үшін 27 мыңды 3-ге бөліп көбейтеміз 1-ге. 9 мың шығады. Келесі. Ал бұл жақта 27 мыңның 10-нан 1 бөлігін табу үшін 27 мыңды 10-ға бөлеміз. Сен болады 2700. 10-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. жарайсың. 40-ші беттегі 5-ші есеп есептеу бөлімдері бірдей бөлшектерді есептеу өздерін шығарауымызды. Үйге 41-ші беттегі 7-ші есепті алатын боламыз. Күнделігінде жазып алайық. Бүгінгі сабағымызға түсінген болсаңыздар, жасыл жолақтарыңызды көтересіңдер. Егер сұрақтарың болса, сары жолақтарыңызды белгілеріңіз. Жақсы жарайсыңдар.